Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Каналды қолдап, қазақша контенттің дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Аяқтың ауруы көбінесе елеусіз өтетін жағдай. Себебі аяғыңызды кішкене созып отырсаңыз, немесе аяғыңызды жоғары көтерсеңіз, ауырғаны басылады. Алайда аяқ ауруына мән бермей жүре беруге болмайды. Себебі аяқ ешқашан себепсіз ауырмайды. Ол қандай да бір дерттің алғашқы белгілері болуы мүмкін. Әсіресе тізенің төменгі тұсы мен жанының ауруы адам денсаулығы үшін өте қауіпті. Аяқтың ауруына өздеріңіз білетіндей, адамның қаны әртүрлі микроэлементтермен толтырылған. Бұл ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді. Ал қанды қажетті элементтермен толықтыру үшін күнделікті тұтынатын тағамға, жеміс-жидекке, көкөніске көңіл бөлу керекпіз. Оған қоса ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байыту керекпіз. Ал бұл заттардың тапшылығы көптеген дерттің тууына себепші болады. Мәселен, ұзаққа созылған диета, асқазан ішек жолдарының дұрыс жұмыс істемеуі, ағзаның қоректік заттарды жоғалтуы және кальций мен магнийдің жетіспеушілігі. Сондай-ақ несеп айдайтын және холестерин деңгейін төмендететін препараттарды шамадан тыс қабылдау және глюкокортикоидты гормоналды заттарды қолдану, физикалық күш салу, аяқ бұлшықеттерінің қабынуы, жіліншік аймағында түйіннің пайда болуы, варикозды кеңею, артроз және артрит, остеопороз және остеомиелит деп аталатын сүйек қуысының инфекциясы, алкоголизм мен шылымға тәуелділік, қан диабеті ауруы себеп болады. Осы аталған жағдайлардың барлығы аяқ ауруына себепші болып табылады. Аяқ ауруын дер кезінде емдемесе, ревматизм, аяқтың жұмсақ тіндерінің қысылуы, аяқ тамырларының лимфостазы сынды ауруға ұласуы мүмкін. Кез келген сүйек, бұлшық ет немесе жұмсақ тінді қатерлі және қатерсіз ісіктер дамуы ғажап емес. Аяқ ауруына себеп болатын жағдайлар мыналар. Бірінші, варикоз. Сіздің аяғыңызда көзге көрініп тұрған варикоз жоқ шығар. Алайда үңіліп қарасаңыз, варикозды жұлдызшаларды, торды және ісінген тамырларды көре аласыз. Бұл кезде ауру оң немесе сол аяққа емес, екеуіне бірдей ауырлық сезімін тудырады. Көзге ұрып көрінбегенімен айтарлықтай дәрежеде ауыртады. Егер сіздің аяғыңызда варикоз болса, кешке аяғыңыз қатты шаршайды, ісінеді, кейде құрысады. Екінші себеп ол микроэлементтердің жетіскіліксіздігі. Аяқтың ауруын анықтау үшін көптеген тексеруден өту керек. Тіпті элементтердің жетіспеуі де аяқта ауыртады. Нақтырақ айтқанда, кальций мен магний және калий тапшылығы аяқ ауруының себебі болуы мүмкін. Сүйек ауырған кезде де ауырсыну сезімі аяқта байқалады. Сіз бірден сүйектің ауырғанын сезбейсіз, аяғыңыздың ауырғанына шағым айтасыз. Шын мәнінде сүйек ауруларының зардабынан аяқ талықсиды, шаршайды, қақсайды. Оны өз бетінше емдей алмайсыз. Міндетті түрде дәрігердің кеңесін алып, қажетті ем шараларды қолдану керек. Сонымен қатар қант диабеті. Бұл ауру көптеген дерттің дендеуіне себепші болады. Қант диабеті ауру анықталған науқас дәрігердің нұсқауымен ем қабылдап, азықтануы керек. Егер ережені бұзатын болса, бір ауруына 1000 ауру қосатыны анық. Сол секілді бұл дерт көбіне аяқ ауыртып, белгі бере бастайды. Естеріңізге сақтаңыз. Аяғыңыз ауырып, шаршап, құрысып қалса және тізеңіз қақсап, ауру жаныңызға батып жүрсе, шыдамдылық танытпаңыз. Бүгін аяғыңызды емдеу арқылы бірнеше дерттің алдын алуыңыз мүмкін екенін есіңізде сақтаңыз. Сіздердің назарларыңызға аяқ ауырған кезде ұсынылатын бірнеше ем-домдарды ұсынбақшымыз.
Тізеңіз қақсап жүрсе, ақжелкен яғни хрен жапырағының 3-4 данасын қайнап тұрған суға салып алыңыз да тізеңізге жапсырыңыз. Дереу аяғыңызды жылы одеялмен орап алыңыз. Жапырақты суығанда алып тастап, табаннан бастап белге дейін салқын тимейтіндей жылы киіну керек. Бір апта осылай етсеңіз, ақжелек яғни хрен тізедегі суықты және тұзды да сорып алады. Егер аяқ буындарыңызды жарақаттап алсаңыз, сіңірі созылып ісіп тұрса, ол жерге жылы суға езілген қара кір сабынды жағыңыз. Көктемнің сары гүлі бақбақтан 130 дана жинаңыз. Бір шайып алып, шыны ыдысқа салыңыз да үстіне тройной одеколон құйыңыз деп жазады Ауырмаңыз газеті. Бетін мықтап жауып, 40 күнге қараңғы жерге қояды. Тізе ауырған, қақсаған кезде жұқалап жағып жүрсеңіз, көмегі күшті дәрі осы. Одан кейін 50 грамм камформен және осынша қыша горчицаға 100 грамм спирт, 100 грамм жұмыртқаның сары уызынан дәрмек жасауға болады. Алдымен спирт пен камфор майын араластырасыз. Оған қышаны қосасыз, яғни горчицаны. Жұмыртқа уызын жақсылап араластырып, оны қоспаның үстіне салу керек. Күнделікті кешкісін онымен буынды, сүйектің қақсаған жерін сылайды. Сондай-ақ шошқа майы сүйектегі суықты тартып алады және буындардағы тұзды өз бойына сіңіреді. Емдік мақсатта сізге тұздалмаған, қақталмаған майы керек. Оны жұқалап кесіп, кешкісін тізеге таңып қояды. Таңертең алып тастайды. 5 күнде тізе буындағы суық пен тұздан арылып, жүріп тұру, қозғалу жеңілдейді. Қақсауды да ұмытасыз. Картоп гүлдейтін кезеңді қалт жібермеңіз. Ол тізе қақсауын қойдыратын керекті шикізат көзі. Ауа райы ашық, құрғақ кезде картоп гүлін жинап, оны көлеңкелі жерге кептіріп алыңыз. Шыны ыдыста сақтасаңыз, керек кезде емге қолдануға қолайлы. Картоптың 1 ас қасық кептірілген гүлін 2 стакан суға салып, термоста 3 сағат тұндырасыз. Сосын сүзіп алып, күніне 3 рет, тамақтан 30 минут бұрын жарты стаканнан ішіледі. Емдеу курсы 21 күн. Осы картоп гүлінен остеохондроз, радикулит, артрит сынды кеселдер кезінде қолданатын тұнба әзірлеуге болады. Ол үшін шыны бөтелкеге картоптың кептірілген гүлін жартысынан көптеу болсын салып, үстіне тройной одеколонды құяды. Қараңғы жерде әркез шайқай отырып 2-3 аптаға қойылады. Бұл тұнбаны желке, бел тұсы, тізе, тобыққа жұқалап жағып, сіңгенше жеңіл массаж жасайды. Сондай-ақ мынадайда ем бар. Тізе қақсап ауырса, мейлінше жаңа үй жұмыртқасының 2 данасына 2 ас қасық 9% сірке суын араластырасыз. Оны дәкеге жағып, тізеге таңып қою керек. Сыртынан жылы орайсыз. 10-12 күнде тізе ауруын ұмытасыз.